Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Мен Сылтаубаева Ләззат Әбдешевна, биология пән мұғалімі. Бүгінгі тақырыбымыз липидтердің құрылымдық компоненттері, майлардың қасиеттері мен қызметтері. Оқу мақсатымыз майлардың химиялық құрылысы мен қызметтерін сипаттау. Липидтер барлық тірі жасушалардың құрамына кіретін және тіршілік процестерінде маңызды рөл атқаратын май тәрізді заттар. Молекуласының құрамына SOH элемент атомдары кіреді. Оларға тән белгілер суда ерімейтіндіктері және органикалық еріткіштерде жақсы еруі. Табиғи және синтетикалық алифатты қышқылдарды кейбір жағдайда майлы, ал ұзын тізбектілерді жоғары молекулалы қышқылдар деп атаймыз. Адамдар мен жануарлар ұлпаларында 70-ге жуық май қышқылдары кездеседі. Алайда олардың биологиялық маңыздылары 20-дан аспайды. Липидтер құрамына карбон қышқылдарының қаныққан және қанықпаған қатарлар кіреді. Қаныққан, егер карбон қышқылындағы көміртек атомдарының арасында қос байланыс болмаса, онда оны қаныққан байланыс дейді. Мұндай майлар қатты күйде болады. Бұларға жануарлар майы жатады, балық майынан басқасы. Қанықпаған, егер карбон қышқылындағы көміртек атомдарының арасында қос байланыс болса, оны қанықпаған байланыс дейміз. Мұндай майлар сұйық күйде болады. Сұйық майлардан қатты май алуға болады. Ол үшін қос байланысы бар карбон қышқылдарына сутегін қосады. Липидтердің жіктелуі. Липидтер қарапайым липидтер және күрделі липидтер деп екіге бөлінеді. Қарапайым липидтерге майлар, балауыздар жатады. Күрделі липидтерге фосфолипидтер, гликолипидтер, липопротеидтер жатады. Липидтердің құрамына кіретін негізгі қанықпаған май қышқылдары липидтердің құрамында қанықпаған қышқылдар мен қаныққан қышқылдарға қарағанда көбірек кездеседі. Липидтердің құрамына кіретін спирттер. Липидтердің құрамына 1, 2 және көп атомды спирттер кіреді. Олардың құрылысы негізінен тармақталмаған көмірсутек фрагментінен және жұп атомды көміртектен тұрады. Гидролиздеу арқылы липидтерден бөлініп алынған бір атомды спирттер қаныққан тізбектелген ұзын радикалдардан және гидроксилді топтан құралады. Және де майлар. Майлар қасиеттері барлық майлардың ортақ қасиеттері олардың гидрофобтылығында, суда ерімейтіндігінде. Организм үшін маңызды барлық азық түліктердің құрамында кіретін негізгі үштік. Нәруыздар, майлар, көмірсулар. Олардың қасиеттері мен қызметтерін ажырата білу әрбір адам үшін өте маңызды. Зат алмасу процестерінің бұзылуының негізгі себебі көбінесе дұрыс емес тамақтанудан болады. Майлардың жалпы қызметі. Майлар деп аталатын қосылыстар глицерин және май қышқылынан тұрады. Адам жасушасын түзушілердің негізгілерінің бірі болып табылады. Көп адамдар организм үшін бірінші жау майлар деп есептейді. Шындығында олардың кейбір категориялар ғана зиянды болып табылады. Майлар организм үшін нәруыз және көмірсулар сияқты қажетті компонент. Сол себепті оларды рационнан алып тастау кері әсерін тигізеді. Майлардың түрлері. Майлардың түрлері үшке бөлінеді. Қаныққан, қанықпаған және трансмайлар. Қаныққан майларға атомдары сутекпен толық қаныққан зиянды майлар тобына жатады. Зиянды әсері өте көп мөлшерде. Пайдалануымыздың әсерінен адам ағзасының құрамында қан құрамындағы холестерин деңгейінің артуымен,
сипатталады. Жүрек қан тамырлар жүйесі ақауларының артуына әсер етеді және қатерлі ісіктердің пайда болуына себепші болады. Қанықпаған майлар сутекпен толық қанықпаған пайдалы майлардан тұрады. Жүрек қан тамырлар жүйесі үшін пайдалы балық, жаңғақ және өсімдік майлар құрамы қанықпаған майларға бай болып келеді. Трансмайлар. Трансмайлар жарамдылық мерзімін ұлғайту үшін өсімдік майларын жоғары температураларға дейін қыздыру арқылы алынатын майлар. Жарамдылық мерзім өтіп кетпес үшін осы майларды жоғарғы температураларда қыздырып, жарамдылық мерзімін ұзартады. Негізінде тағам өндірісінде пайдаланылады. Мысалы, шоколадты батончик. Трансмайлар көп мөлшерде түрлі тұздықтарда, маргаринде, майлы тәттілерде болады. Мысалға, тәтті бәліште, печенье құрамында көптеп кездеседі трансмайлар. Майлардың адам организміндегі тәуліктік нормасы. Адам тәулігіне шамамен 3600 калория қабылдайды десек, ал майлар тәулігіне қабылданатын калорияның шамамен 10%-ын құрауы қажет. Жалпы көрсеткіштің 10%-ы қанша калория құрайтындығын анықтайтын болсақ, 3600-ді көбейтеміз 0,1-ге, тең болады 360 калория. 1 грамм майда 9 калория болғандықтан, біз 360-ды 9-ға бөлеміз, тең болады 40. Яғни, адам ағзасының рационында бір тәулікте 40 грамм май болу қажет екен. Адам организміндегі май қосылыстарының қызметі. Қорғаныш. Тері асты қабатында жинақталған майлар денені механикалық әсерден қорғайды. Энергетикалық. 1 грамм май ыдырағанда 39,7 килоджоул энергия бөлінеді. Тасымалдаушы. Витаминдердің басқа да заттардың қажетті мүшелерге тасымалдануына қатысады. Гормон түзу. Кез келген гормонның түзілуіне қатысады. Қор жинаушы. Суық мезгілде ұйықтауға кететін жануарларда немесе қорек көзі жоқ ұзақ уақытқа жол жүретін жануарларда кездеседі. Иммундық. Иммундық жүйенің белсенділігіне қатысады. Эндогенді. Майдың тотығу өнімдерінің бірі су болып табылады. 1 грамм май тотыққанда 1 литрға дейін су бөлініп шығады. Осымен бүгінгі біздің тақырып аяқталды. Үйге тапсырма. Бірінші тапсырмамыз липидтердің түрлері, компоненттері мен мысалдары берілген кестедегі бос орындарды толтырыңыздар. Екінші тапсырмамыз сұрақтарға жауап беріңіз. Үшінші тапсырма тақырыптың мазмұнына қарай берілген сөздерді 2 топқа бөліп, және осы топтарға атау беріңіздер. Сабақты бекіту, сөйлемді толықтыру, аяқталмаған сөйлемдерді. Бүгінгі сабақтан алған рефлексияларыңыз, назарларыңызға рахмет.